Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге тауық қанатынан жасалынатын өте жеңіл тағамды ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Керекті ингредиенттер: тауық қанаты, жуа, сәбіз капуста, дәмдеуіштер және қызанақ керек болады. Тауық қанатын жуып турап алғаннан кейін дәмдеуішімізді, тұзымызды сеуіп, араластырып қуыратын боламыз. Қызып тұрған майымызға тауық қанатын салып, қызартып қуырып аламыз. Видеода көрсетілгендей жуа сәбізімізді, капустамызды және қызанағымызды турап ретелгімен салатын боламыз. Менде гарнирде күріш, қайнап тұрған суыма күрішімді, тұзымды салып араластырып пісіріп аламын. Достар, тауық қанатынан жасалған тағамымыз дайын болды. Өте жеңіл әрі тез жасалынады және де өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, ас болсын. Видеоның соңына дейін қарап, комментарий жазып, лайк басып және де каналыма тіркеліп